Ассалаумалейкум. Осындай керемет дәмді пирогты менімен бірге дайындаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеоларды шығаратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Дайындау үшін, тестісін дайындау үшін бізге салқын су, жұмыртқаның сарысы, сары май, секер, ұн қажет, және де қопсытқыш пен тұзымызды ұнға салып, сары майымызды теркіден өткізетін боламыз. Майымызды теркіден өткізіп болғаннан кейін ұнмен араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын және салқын суымызды, секерімізді салып араластыратын боламыз. Яғни біркелкі тесто жасаймыз. Тестомыз дайын, осындай болып шығу керек. Ендігі тестомызды пищевой пленкаге немесе салафанға салсаңыздар болады. Содан кейін оны бөлме температурасына қойып қоятын боламыз. Ішкі салмасына бізге жұмыртқа, лимон соғы, қамырдан қалған жұмыртқаның ағында қосып жіберемін. Одан кейін секер, лимонның қабығы және сливки. Сливкиге лимон соғынан басқа құрамдарды қосамыз, тек лимон соғын қоспаймыз. Барлығын қосып араластырамыз, содан кейін барып лимон соғын қосып араластырамыз. Мен мына жерде 22-23 диаметрді форма алдым. Жаңа қамырымызды осы формаға жайып шығатын боламыз. Және де айта кетейін, қамырдың, яғни мына жандарын өте қалың етіп істеңіздер. Себебі піскен кезде жандары жұқа болса күйіп кетуі мүмкін. Қамырымызды жайып болдым. Енді жаңағы жасаған салмамызды үстіне құятын боламыз. Қамырдың жандарын қолымыздың көмегімен басып шығатын боламыз. Содан кейін духовкада 180 градуста 40 минут пісіреміз. Мен 160 градуста пісірдім, бірақ та менің духовкам тез пісіреді болғандықтан. Пирогымыз дайын. Енді холодильникке 7-8 сағатқа қойып қоямыз. Менің пирогым дайын. Холодильникте 8-9 сағаттай тұрды. Енді пышақтың көмегімен формадан алуға көмектесеміз. Одан кейін формамызды алып әсемдейміз. Әртүрлі жидектермен әсемдесеңіздер болады. Мен кивимен осылай әсемдедім.
осындай керемет болып дәмді болып шығады. Холодильникте ұзақ ұстасаңыздар, ішіне салған салмамыз формасын өзін жақсы ұстайтын болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.